Сәлеметсіздер, құрметті қауым. Менің атым Өнербек Шәріпұлы. Осы медицина дәрігерлігіне шұғылданғаныма тік 41 жыл болды. Негізгі кәсібім ішкі ауруларды негіз еткен. Енді мына аурулар арасында көбінде бас аурудың жөндегіден бір кеңес бере кетейін деп отырмын. Бас аурудың түрлері көп енді. Бірінші misal әдетте мына тұмау жағынан болатын бас ауру. Ол өз алдында бір төбе. Ас қорыту жағынан болатын бас аурулар болады. Көбінде ашқазандағы парасимпатикалық нерв пен симпатикалық нервтердің қышқылдық артуынан болатын бас аурулар болады. Қан тамырлар, қан қысым, жүрек қан тамырлары ауруы жағынан болатын бас аурулар болады. Мәселе қанның қоюлануы, холестериннің жоғарылауы, қанның жабыспақтығы жағынан болатын аурулар болады. Енді бір жағынан мына нерв характерлі аурулар болады. Нерв жағындағы ми, қан тамырлар сипатты бас аурулар бар, бастың жартылай бас аурулары бар. Бас аурудың енді түрін негізін сәл қарауға болмайды. Енді үлкен жақтан мына қан тамырлар, қан қысымның жоғарылауынан болатын, давлениенің өрлеуінен болатын, қанның қойылуы, жабыспақтығы артқан жағындағы бас ауруларды сәл қарауға болмайды. Мәселен, ми қан тамырларында тығындық пайда болса, ми клеткаларына қан жетіспейтін ахуалдар болатын болса, кейбір зақымдалу, қосымша зақымдалу ахуалдар болатын болса, мәселе бұның бас ауруды сәл қарауға болмайды. Бұл кездерде МРТ-ға салып тексеріп қойғаны дұрыс. Қанның жағынан анализ, мысалы биохимия дейміз, қандағы басты қанның май құрамы мен холестериндерді негіз етіп тексереді. Ол да осыларға қарау керек. Одан жастарда төменде көп келетін, мына бас киім көп кимейді, соқ жағынан ұстап, осы жағынан бас ауру болады. Бұған да миға және ми қан тамырлары жиылады, нервке әсер жасайды. Осы жағынан да асқына келе кейін нерв әлсіреу, бас аурудың молаюы да көбейеді. Әдетте бәрі бас ауру деп қана бас аурудың дәрісін ала шеберуге қарамау керек. Оның себеп салдары келтіру қандай бас аурудан болып тұр, соның түрлерін айқындап барып, дәрігерден кеңес алып барып, ем қабылдағаны дұрыс. Үй жағдайындағы қолданылған бас ауру жеңіл түрдегі әдеттегі бас аурударда нүктелі массадарды көп жасап тұру керек. Бастысы қолдағы ХУ дейді, осы нүкте. Одан кейін чекенің екі жағында таяң дейді, осы нүкте. Бастағы төбеде бәйху деген нүкте бар. Одан кейін желкенің екі жағындағы пыңшы деген нүкте бар. Осыларға масса жасап нүкте істеп тұрса, біраз бас аурудың әдеттегі үй жағдайларында емдеуге қолайлығы көмек қылады. Енді әдетте жүрек, ми қан тамырлары жағындағы болатын қан қысым, давлениенің өрлеу жағындағы бас ауруларды оны сөзсіз дәрігердің қарауына қаралғандарың ең жақсы. Қалаймақан бет алды ем қабылдауға болмайды.